бүкіл әлемге танымал болды. Машиналық оқытудың әртүрлі тілдік модельдері бар. Сіз өзіңіздің жасанды интеллектіңізді жасасаңыз болады. 140 миллион теңгедей бір 4-5 айдың ішінде олар табыс емес, жалпы компанияға ақша кіріс алып келді. Оның енді қанша жасанды интеллект қашан қазақша сөйлейді. Мен оған тапсырма бердім. Ол бүкіл оқиғаларын, яғни маған бір кітап жазып берді. Қыдырып баратын жерлердің маған тізімін жасап берді. Маған бір 10 нақты танымал баруға шетелдік туристер үнемі баратын 10 нысанның атын айтты. Эмоциямен жауап береді. Деген сияқты бір сөзді біз ойлағаннан 10 есе әдемі результат алып жүрміз. Әрине, ол айтып отырған сөзіңіз өте орынды. Бұл адамзатқа өте үлкен мүмкіндікті берді. Әрі сонымен бірге өте үлкен қауіп қатерлерге де біз бетпе-бет келдік. Голливудтың бүкіл сценаристері білеміз, бір жыл бойы митингте жүр. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Оразбек Сапархан YouTube арнасында сұхбаттың келесі санын өздеріңізге ұсынамыз. Бүгінгі спикеріміз жасанды интеллект туралы көп зерттеп жазып жүрген журналист, әріптесіміз, IT маманы Мейіржан Әуелқанұлы. Меке, қош келдіңіз. Енді мынау бүгінгі заманның ең үлкен ағымы есептелген жасанды интеллект, ең зор жаңалығы, және біздің заманымыздың тынысы деп айтсақ та болады. Осы туралы көп зерделеп жазып жүрсіз ғой. Енді осы жасанды интеллект деген біреу естісе, біреу естімеген біздің қоғамда. Осы ұғым туралы бір ашып, кішкене түсінік беріп кетсеңіз қысқаша. Қайырлы күн. Есімім Мейіржан Әуелқанұлы, негізгі мамандығым журналист. IT мамандығында қоса меңгеріп алып жүрген жайымыз бар. Соңғы бір жылдың жүзі болды былтыр. Қараша айының соңынан бастап жасанды интеллект деген ұғым бүкіл әлемге танымал болды. Бір үлкен, яғни заманымыздағы бір үлкен бетбұрыс басталды десек болады былтырғы жылдан бастап. Енді жасанды интеллект деген жалпы не, ол қайдан пайда болды, тарихы неде деген сауалдарға жауап бере кетсек, бірінші, ол 1954-55 жылдардан басталған. Сол кезде ақш-тың Дартмут деген бір жоғары оқу орны бар, колледж, университет сияқты. Сол жердегі ғылыми конференцияда ең бірінші рет айтылған бұл. Сол термин 50-ші жылдардың басынан, орта шенінен бастап біздің адамзаттың сөздік қорына енді. Әртүрлі елдерде зерттеле бастады. Осы күнге дейін медицина саласында, содан кейін жекелеген бір, мысалы, жаңағы біздегі маркетинг саласында, мынау пиар, мынау интернеттегі жарнамаларда, содан кейін медицина саласында, осы күнге дейін авиация саласында, кейбір көлік тасымал құралдарында қолданыла бастады. Жеке-жеке, ол яғни белгілі бір тапсырманы орындауға бағытталған өз алдына бір бөлек жасанды интеллект. Енді былтырғы қарашаның 30-ынан бастап жалпы халыққа қолжетімді жасанды интеллект. OpenAI деген компания өзінің ChatGPT деген өнімін шығарды. Ол яғни адамның сұрауына байланысты икемделе алады. Соған үйретілген машина деп айтсақ болады, яғни оқытылған машина. Белгілі бір тақырыптарға немесе белгілі бір тапсырмаға сіз сұрау бересіз, сіздің сұрауыңызға қарай ол икемделе алады нейрондық желілер арқылы. Оған дейін, біздегі адамзаттың осы күнге дейінгі, мысалы, 4000-5000 жылдық тарихында қандай да бір жеткен рухани жетістігі болса, мәтін күйінде қағазға түскен, хатталған, яғни соның барлығын ол компьютерге үйреткен бірінші. Үйреткеннен кейін, мысалы, сіз бір әдеби шығарма туралы сұрауыңыз мүмкін, әдеби өлең жаз деуіңіз мүмкін, сценарий жаз деуіңіз мүмкін, бір сұрақтарға жауап сұрауыңыз мүмкін, мысалы, медициналық болсын, психологиялық болсын, кез келген тақырыптағы. Ол барлығына үлкен деректер, яғни деректердің негізінде оқытылады. Сол деректерде қандай да бір сіздің салаңызға қатысты ақпарат болса, соның барлығын синтездеп, сіздің сұрағыңызға бейімдеп ол жеткізеді. Өздігінен қорытып. Иә, өзі қорытып, сізге бір қорытылған нәтижені жауапты ұсынады. Жалпылама жасанды интеллект осылай. Жасанды интеллект бізге кеше бүгін таныс болғанымен,
негізі әлемде жаңа өзіңіз айтқандай екінші дүниежүзілік соғыстан бастап қолданыла бастапты ғой. Иә. Мынау немістердің белгілі құпия шифрларын талқандаудан бастап. М. Енді бұл әрине бір жолда ғана бүгінгі жасанды интеллект жаңа өзіңіз айтып отырған чат GPT-дің мәтіндер арқылы өзін дамытып, сізге белгілі бір қорытынды ақпарат ұсына алатын деңгейге дейін жетуіне ортада қандай техникалық процесстер бар? Яғни менің діттеп сұрайын дегенім нейрожүйелер деген қалай жұмыс жасайды және оның адамзатқа қандай бір жақсылық алып келуі мүмкін немесе қауіп қатері деген сияқты. Иә, сұрағыңыз өте ауқымды. Мгм. Жеке жауап беруге тырысайын. Мгм. Ең алдымен бұл қалай жасалады деген. Қазір мына жасанды интеллект машиналық оқыту, машин learning деп айтылады ағылшын тілінде. Машиналық оқыту немесе машиналық үйрету деп әртүрлі біздіге аудара беруге болатын шығар. Машиналық оқытудың әртүрлі тілдік модельдері бар. Мгм. Яғни біздің iPhone телефондарымыз iOS жүйесінде Жүйесінде. жұмыс істейді, Android, Samsung басқа телефондар Android Android. жүйесінде жұмыс істейді деген сияқты әртүрлі тілдік модельдері бар. Яғни немесе Windows, Java деген сияқты ғой, иә, әртүрлі программалық тілдер болған сияқты, Мгм. мысалы PHP, Python, Мгм. Java деген сияқты, HTML деген сияқты. Мгм. Сондай өзінің тілдік модельдері бар. Қазір бірнеше үлкен тілдік модельдер бар. Оны осы OpenAI компаниясы жасады. Олар ашық. Ол негізде сіз өзіңіздің жасанды интеллектіңізді жасасаңыз болады. Яғни сіз iOS бар, iOS-тың ішінде мысалы өзіңіздің бір мобильный приложение жасағаныңыз сияқты, мобильді қосымшаңызды жасағаныңыз сияқты. Енді осы салада осындай жетістікке қалай жетті деп отырсыз ғой Мгм. бірінші. Мгм. Бұл жалпы осыған дейін белгілі бір тапсырмаларды ғана орындап келген. Мысалы, жаңа соғыс жағдайында болса, құпия шифрланған ақпараттарды шешу, оларды зерттеу. Медициналық жағдай болса, мысалы, бір диагнозбен сіз бір пациенттің ақпаратын мықтап зерттеп, бір машинаға үйретіп қоясыз, яғни программаға үйретіп қоясыз да, кейін сондай диагнозбен келетін мыңдаған адамдардың сіз ол ауруға жата ма, жатпай ма, бүкіл ауру саласын бір машинаға енгізіп қоясыз, сонымен бірден біліп отырасыз. Емдеусін өзі жалғастыра бұл береді. емдеу болғанда нақты диагноз саласында бұл жақсы қолданылды. Емді дәрігер тағайындайды. Мысалы, қанның құрамындағы бір зат артық болып тұр, кем болып тұр. Ол қай ауруда көбірек ұшырайды деген дүниені Сараптамалық анализдерді сараптамалық жасай бір нені ұсынысты дәрігерге береді, мысалы, медицина саласында. Ал енді жаңағы Google осы күнге дейінгі әртүрлі компанияларда мысалы карталар бар, иә? Ол да big data. Бұл жасанды интеллекттің негізгі, былайша айтқанда, жалпақ тілмен айтсақ, азығы, жаңағы тұтынатын қоректігі ол big data. Big data дегеніміз, яғни үлкен мәліметтер қоры. Мысалы, Алматыда бір 2 миллион, 3 миллион адам өмір сүреді десек, олар көбінде қай жерге барады, жұмыс күндері қайда болады, адамдардың бір үлкен жаңағы ағыны болады, поток. Соны Тугис дейміз, Яндекс карта дейміз, Google карта дейміз, олар жаңағы жарнаманы не үшін сатады? Жарнаманы себебі олар біліп тұр. Олардың қолында big data бар, үлкен ақпараттың ағыны бар. Қандай тұтыну деңгейіндегі адам қай жерде жүреді, қандай ресторанға барады, қай жердегі магазиннен шопинг жасайды, қай жерде демалады деген сияқты, кімге қандай рекламаны қай жерде көрсету керек екенін олар алгоритмдерін ұсына алады, яғни. Сол big dataның негізінде машиналық оқытуға өте көп ақпарат керек, яғни. Big dataның мәліметтері бізде көп болған сайын, машиналық оқытуға біз көбірек затты үйрете аламыз. Біз қазақ тіліне байланысты алдында да бір журналистер менен сұрады, сонда айтып отырмыз. Олар сұрап отыр, жасанды интеллект қашан қазақша сөйлейді деген сұрақ қойды маған. Мен айтамын, біз қашан, біздің ел, біздің интернет, біз жалпы қазақтар Қазақстанда қашан қазақша сөйлеп, мәліметтер қорын тапсырып, контентті қазақша өндіре бастасақ, жасанды интеллект сол кезде қазақша сөйлейді дейміз. Себебі ол интернеттегі бар мәліметтердің негізінде цифрландырылған, яғни мына электронды күйге көшірілген мәліметтердің негізінде ол белгілі бір тілде сөйлейді. Неге ол ағылшынша жақсы сөйлейді? Себебі ағылшын тіліндегі контент сапалы, жан-жақты, ауқымды, кең.
Қытай тілінде жақсы сөйлейді, орыс тілінде жақсы сөйлейді. Себебі сол тілдегі интернеттегі ғаламтордың бетіндегі Мгм. ақпараттар өте көп, сапалы және ауқымды болғандықтан олар сол тілде өте жақсы сөйлейді. Енді соңғы 1-2 айдың көлемінде біздің ChatGPT-міз қазақша өте жақсы, сауатты сөйлеп жүр. Оны енді аударманың арқасы деп ойлаймын мен. Мгм. Тілдік модельдер, яғни соңғы кезде әртүрлі тілдерге жақсы бейімделіп жүр. Google Мгм. Translate'тің ішінде мысалы қандай тілдер болса, ChatGPT соның барлығын де жақсы Аударып жұмыс жасай береді. интеграция жасап жұмыс істеп Мгм. кетіп жатыр қазір. Енді осы жерде азаматтарға заңды сұрақ туындайды көрерменнің ішінен. Өзіңіз білесіз ғой, 2017 жылы Google компаниясы өзінің камера арқылы, скан жасау арқылы Мгм. белгілі мәтінді сол күйінде, мәтін тұрған күйінде, сурет күйінде яғни аударып беретін Мгм. функциясын жетілдірді. Бүгін енді ол тіпті де жаңа айтып отырсыз, сапалы деңгейге көтеріліп келе жатыр деп. Осындай мүмкіндіктерінің басқа қандай тетіктері бар қолданылудың біздің қоғамда? Азаматтар не істей алады осы жасанды интеллектті пайдаланып? Жасанды интеллектті пайдаланып бүгінгі таңда өте көп мүмкіндіктер бар. Мгм. Мен енді басқа адамдарды айтпай ақ қояйын, мен өзім қалай пайдаланып жүрмін. Мгм. Мен мысалы осы көктемде, 23 жылдың көктемінде бір компанияда маркетинг бөлімін басқарып жұмыс істедім. Мгм. Ол жерде бір 140 миллион теңгедей бір 4-5 айдың ішінде олар табыс емес, жалпы компанияға ақша кіріс Мгм. алып келді. Оның енді қаншасы табыс екенін өздері біледі. Бірақ сол маркетинг стратегиясын мен осы ChatGPT-мен үнемі ақылдасып отырамын. Жасанды интеллект. Өзім негізгі структурасын білемін, бірақ ары қарай дамытатын жаңағы әрбір басқышын стратегиясын мен жасанды интеллекттің көмегімен жасап отырдым. Содан кейін сілтемесін несін қойсақ болады, скриншотын. Amazon Мгм. компаниясында, Amazonға мен бір кітабымды қойдым. Мгм. Ол да бір көктемгі наурыздың кезі болады. Наурыздың кезінде осы ChatGPT-дің көмегімен мына 2050 ма 100-ші жылдардың көлеміндегі жасанды интеллект пен адамзаттың арасындағы болатын бір текетірес, соғыс деген сияқты бір қайшылықтар негізінде жазылған фантастикалық роман болды. Сондай фантастикалық роман жазуға мен оған тапсырма бердім. Ол бүкіл оқиғаларын, яғни маған бір кітап жазып берді. ChatGPT. ChatGPT. Мгм. Тура сол үлгімен мен балаларға арналған кітап жасадым. Midjourney деген мына суретті генерация жасайтын жасанды интеллект бар. Соның көмегімен балаларға арналған ертегіні түгел суретті қылып жасағым келді. Оның Мгм. қазір мен жартысына келдім, кейін қолым тимей Мгм. кетті. Бірақ бір орталап қалдым. Бір бет мәтін тұрады, мына жағында сол Мгм. мәтінге сәйкес суреті тұрады, иә. Иә. Одан кейін мен мысалы соңғы осы бір ай, 1,5 ай бұрын Индияға туристік немен бардық. Сол кезде енді білесіз, турист болып жүрген кісіні. Бір тарихи орынға барады, Иә. тарихын зерттейді, ол жерде не болғанын білгісі келеді. Иә. Жақсы Сонда мен жерлерін тек қана көргісі келеді. Google ештеңені пайдаланған жоқпын, тек қана ChatGPT-ді қолдандым. Мысалы, Редпорт деген Делиде үлкен бір тарихи нысан бар екен. Соған барған кезде маған Редпорт туралы айтып берді, тарих туралы айтып берді. Оны кім салдырған, түгел маған бүкіл жаңағы мысалы бір кітаптың негізі болса көлемі. Редпорттың тарихы. Ол маған кәдімгі А4-мен бір А4 парақпен бір 2 бет болатындай қылып Редпорттың қысқаша тарихын жазып берді. Сол сияқты мен жаңағы Индияға барған кезде де айттым, мен отбасыммен қыдырып жүрмін, бюджетім осындай, маған лайықты қыдырып баратын жерлердің маған тізімін жасап берді. Маған бір 10 нақты танымал баруға шетелдік туристер үнемі баратын 10 нысанның атын айтты. Мен сол жерлерге бардым, болды. Басқа жерге барған жоқ. Әрі оған мен өте ризамын сол жерлерге барғаныма. Кейін былай интернеттен, ютубтан, гуглдан қарап көрдім. Мен барған жерлер, яғни бүкіл туристің баратын жерлер екен. Жаңағы туристік маршрутымды шешіп Демек, берді. қате кетпеген. Иә, бүкіл менің өмірімді жеңілдетіп тұр. Мгм. Мен өзім жеке мақсаттарыма да пайдаланамын мысалы. Иә. Әртүрлі. Менде қандай сұрақ пайда болады, мен оны Мгм. қазір бір экономист маманнан, бір психологтан, бір жаңағы коучтан сұрамаймын, тіке ChatGPT-ден сұраймын. Мгм. Ол сізге психолог ретінде де жауап береді. Ол сізге тіл үйретуші ұстаз ретінде де жауап береді. Ол сізге программист маман ретінде де жауап береді. Яғни туристік гид, Иә, гид ретінде де шығармашылық жауап береді. идея Тіпті беруші.
Соңғы кезде мен бір видеоларды көрдім, ол аудармашы ретінде де жауап береді. Яғни мен қазір міне Кореяның бір қонақ үйінде тұрмын. Қазір мына ресепшнде тұрған кісіге менің айтқан сөзімді аударып бер дейсіз да. Сосын Мгм. бүгінгі сіздердің қонақ үйде бос орын бар ма? Олардың бағасы қанша? Жаңағы таңғы, кешкі астары кіре ма деген сияқты сұрақтарды қоясыз. Сол моментте айтып болдыңыз ба? Аудара берейін бе? Иә дейді. Сол айтқан сөзіңіз тура корей Мгм. тіліне, жапон тіліне, кез келген Қытай тіліне ол яғни Емін-еркін аударма аудармашы жасайды. ретінде де өте жақсы жұмыс істейді. Мгм. Аудиомен жұмыс істейтін батырмасы бар ғой, соны Мгм. қосып Мгм. қоясыз. Мен тіпті бір 2 сағаттап онымен әңгіме айтамын. Мгм. Аудиомен жұмыс істейтін функциясы тіпті эмоциямен жауап береді. Так деген сияқты бір сөздерді Иә, иә. қосады арасына. Демек, егер азамат өзі пайдалана алатын болса, мүмкіндігін біліп жатса, және өзі сәйкестіре алса, көптеген бағыттарға Әрине, ол жеңілдетуге. бүкіл сіз адамзаттың, мен соңғы бірнеше семинарларда айтып жүрмін. OpenAI ChatGPT, яғни Мгм. сіздің қасыңызда отырған бір виртуалды әулие. Мгм. Біз әулие деп кімді айтамыз? Әулие деп бәрін білетін адамды айтамыз. Иә. Өмірден жақсы мен жаманды, бәрін басынан өткізген, бір нәрсені қорытып, бір өмірлік сізге дәріс бере алатын адамды айтамыз әулие деп. Бұл барлық салада әулие. Иә. Мен оларға сөйтіп айтамын. Мгм. Біз әулие деп айтамыз, яғни бүкіл бәрін білетін адамды. Иә. Тура сондай бұл бір қарт әулие қасыңызда Мгм. тұрған. Не сұрасаңыз да сізге өте әдемі жауап береді. Ең бастысы оған дұрыстап сұрау керек, дұрыстап бір бағыт беру керек. М. Сол. Тапсырма дұрыс, Иә, сауатты тапсырма жүктелу керек дұрыс дейсіз ғой, берілді. иә? Иә. Сосын суретті де мына мәтінмен бірге сурет Мгм. жасау функциясы да өте жақсы, керемет деңгейде дамыды. Біз біраз суреттерді жасадық. Мына алаш тақырыбына Иә. байланысты әртүрлі. Сосын қазақ Иә, мақал-мәтелдеріне мақал-мәтелдеріне байланысты байланысты. суреттер. Содан кейін жаңағы балаларға арналған кітапқа да қыстырма суреттерді жасап жүрміз. Мысалы, біраз компаниялардың логотиптерін де осымен жасадық. Мгм. Өте сәтті шықты. Иә. Яғни біз ойлағаннан 10 есе әдемі результат алып жүрміз. Нәтижесі біз ойлағаннан әлдеқайда жақсы. Иә, біздегі Мен мынау мысалы бір аңса. дизайнерге оны тапсырыс берсем, ең кем дегенде 50 000 теңге төлеймін мен. Ең аз дегенде. Ал былай мықты сапалы дүниені бірнеше вариантымен жасатқым келсе, мен кемі оған 200-300 мың теңге Иә. төлейтін едім. Ал мен оған 1000 түрлі нұсқасын жасата аламын, яғни. Біздегі әйгілі суретші Аңса Мұстафа өз парақшасында да бөлісіп отырды Иә, ғой. Мен иә, мынаны қанша уақыт салатын едім. Мынау қандай, және менікінен де әдемі салып отыр деп иә, таңданысын жасыра алмай отыр. Сіздің телеграм арнаңыз бар, иә? иә, Жасанды канал интеллект деген. телеграмма Иә, бар. Иә. телеграм арнада. Сода өзіңіз бір жазба қалдырған екенсіз. Жасанды интеллекттің қазақ мәдениетіне әсері қандай болмақ деген. Қысқаша тоқталып кетіңізші осы туралы. Мүмкін оқымаған кісілер көп шығар. Иә, жасанды интеллект. Енді бұл әрбір ұлт, яғни интеллектісі қазір немен өлшенеді? Ол бір құндылықты өндірумен өлшенеді, мысалы, әрбір Мгм. ұлттың. Біз осыған дейін, мысалы, біздің жалпы басқа халықтарды айтпай ақ қояйын, қазақ Қытайды не деп таныды? Қытайды Конфуций деп таныды, Қытайды Джеки Чан деп таныды, Иә. немесе тауарлармен таныды. Қазір енді барып, мына визасы режим болғаннан кейін тікелей көріп танысып жатыр, иә. Мгм. Мысалы, басқа халықтар, әлем халықтары осыған дейін қазақ деген халықты бір жаңағы Головкин арқылы танып келсе, соңғы бір 5 жылдықта Димаш арқылы таныды. Яғни біз Мгм. бір мәдени құндылық өндіре бастадық ішіміздегі. Тура сол сияқты мәдениет те бір инструменттерді пайдаланып ол дамуы мүмкін, ол кеңеюі мүмкін, мазмұны баюы мүмкін деген сияқты. Тура солай суретшілер болсын, мына ақындар болсын, жазушылар болсын, осындай келген жаңа мүмкіндікті бірінші пайдаланып өзінің мазмұнын кеңейте алса. Мысалы, шығармашылық адамдарында оларда өте үлкен жаңағы бір біз затты жай зат деп көруіміз мүмкін, мынаны жай гүл деп көруіміз мүмкін, жай Мгм. орындық деп көруіміз мүмкін, жай ғана шырақ деп көруіміз мүмкін. Олар одан басқаша мағына көруі мүмкін деген Иә. сияқты. Сондай фантазияларын олар мысалы ChatGPT-дің көмегімен ұлғайта алады. Әртүрлі салаға, яғни музыка болсын,
Биздеги поэзия болсун, проза болсун, мына кино сценарий саласы болсун, Өнер өзү туындыларына. жалпы жазып отырган саласын өзү жаза берсин. Мгм. Адам өзү өндүрө берсин. Бирок параллель мынаны да көрүүгө болот. Бул эмне усунат? Мгм. Мага мисалы мынандай бир әдемі интерьер жасап бер деп өзү оюнда бар, бирок анау эмне жасайт? Сону көрүүгө болот. Одан идея алууга болот. Мен мисалы көп жагдайда сону пайдаланам. Мен билип турмун бир затты. Сону жүйөлөөгө пайдаланам. Согон тагы кошумча Дамытууга. мынау мына жасанды интеллект эмне усунат? Ол түгөл сен жаңа шығармашылық еркіндігіңді ол ұрлап алады. Сенің бойыңдағы талантты ол ешкім Құдай берген талантты ала алмайды. Бірақ екінші бір мүмкіндік тұр ма, оны пайдаланыңыз, мазмұнын кеңейтіңіз, оны түрлендіріңіз, әрлендіріңіз деген сияқты. Ол бәрібір де сіз сондай тапсырманы сізден басқа оған ешкім бермейді. Тура сондай бір суретші бірдей мәтінді берген кезде де ол бір нүктесі өтірі ұқсамаса ол бәрібір де бірдей мәтін бермейді. Енді мысалы жасанды интеллект деген не деген сұраққа ол бірдей жауап беруі мүмкін, ал бірақ ол шығармашылық затқа ол сіздің көзқарасыңыз, сіздің деңгейіңіз, сіздің дүниені, мына әлемді, өнерді түсінуіңіз басқаша болғаннан кейін ол бірдей дүние шығару мүмкін емес. Яғни жасанды интеллекттің келуімен біздің ұлттың мәдениетіне ол кеңейеді тек қана. Одан қорқудың, үркудің ешқандай қажеті жоқ деп мен санаймын. Жасанды интеллект туралы осы 2023 жылы наурызда Илон Маск бастаған әлемнің жетекші компанияларының мыңдаған көшбасшылары қауіп қатері туралы бір ашық хат жазғанын білесіз өзіңіз. Нью-Йорк Таймстан осы сізге сұхбатқа дайындалу барысында мен де оқыдым. Нью-Йорк Таймстың мәліметінше ол кісілер тіпті жасанды зердені 6 айға дейін дамытпау. Сонымен бірге бұның қауіп қатерлерін ерекше ескеру мәселесін көтерген. Тіпті адамзаттың ажалы осы AI-дан болуы мүмкін деген де мәтіндер ұшырасады екен. Демек енді осының қауіп қатерлері қандай? Біз бағанадан пайдасын айтып жатырмыз ғой. Болуы мүмкін қатерлері бар ма? Және әлемнің мыңдаған жетекші компанияларының көшбасшылары мүмкін бір нәрсе біліп отырған шығар. Әрине, ол айтып отырған сөзіңіз өте орынды. Бұл адамзатқа өте үлкен мүмкіндікті берді. Әрі сонымен бірге өте үлкен қауіп қатерлерге де біз бетпе-бет келіп тұрмыз, душар болып тұрмыз. Оның ең біріншісі қарапайым түрін айтсақ, ең жеңілінен бастайық. Былтыр осы Midjourney басқа да суретті генерация жасайтын жасанды интеллекттер пайда болған кезде Еуропада бір сондай сурет салумен айналысатын шығармашылық адамы суицид жасады, өз-өзіне қол жұмсады. Сол жаңағы хатында солай жазған. Мен бір суретті бір ай ма, немесе бір жыл ма, немесе 10 жыл ма салуым мүмкін. Ал бұл келеді да айналдырған 10 секундтың ішінде менің бүкіл өмірі жасап отырған дүниемді сыза салады. Ол қайдан үйренді ол салуды? Ол сол суретшілерден үйренді. Ол осы уақытқа дейінгі жасанды интеллект ешқандай жоқ нәрсені жасай алмайды. Оның мүмкіндігі өте шектеулі, оны да түсіну керек. Ол осы күнге дейінгі жасалып қойған заттардың негізінде ғана бір затты жасай алады. Ол жоқ затты мүлде жасай алмайды. Яғни ол бір затты жасаса, значит ол бір жерде ол бұрын жасалды деген сөз. Бір суретті сызса, ол соған дейін оның мыңдаған немесе жүздеген нұсқасы сызылды. Мынау сол суретті сол сызылған пайдаланып, соның негізінде үйреніп, соған ұқсамайтын, соның идеялар қосып, стиліндегі бір суретті сызып отыр деген сөз. Тура сол сияқты мына Голливудтың бүкіл сценаристері білеміз, бір жыл бойы митингте жүр. Қарсымыз жасанды интеллекттің дамуына. Бұл не деген сөз? Бұл мына шығармашылық адамдарына өте үлкен бұл не алып келді. Авторлық құқық мәселесі бұл жерде бір үлкен талас тартыс. Жаңағы пышақтың екі жүзі болатын сияқты авторлық құқық мәселесі сонда тұр. Мысалы, Абайдың 45 қара сөзі бар, бәріміз білеміз. Енді жасанды интеллект Абайдың бүкіл шығармашылығын үйренді. Оның 46 қара сөзін, мысалы, не сіз отырасыз айтасыз, Абайдың 46 қара сөзін жаз деп. Тағы біреу айтады, 47 қара сөзін жаз деп. Сонда ол Абайдың тура жазған, қалам тартқан стилімен жазып шығады.
әртүрлі мәселелерді қозғай беруі мүмкін, әлеуметтік, қоғамдық мәселелерді. Сонда оның авторы кім болады деген мәселе. Жаз деп бұйрық берген мен болам ба? Оны жазып берген жасанды интеллект бола ма? Жоқ, әлде соның жазудың негізін үйренген жаңағы біздің абай атамыз бола ма? Бұл жерде осындай сұрақ туындайды. Авторы кім? Оған әрине ешкім жауап бермейді. Бұл талас тартыс үстіндегі мәселе. Бұл ең біріншісі. Екіншісі, мысалы, жасанды интеллекттің осы уақытқа дейін біз ең қарапайым түрлерін пайдаланып келдік. Жаңағы Siri дейміз, мысалы, айфондардағы дауыстық көмекші. Алиса бар, Яндекстегі, орыс тілінде, қазақшада сөйлеп жүр. Содан кейін әртүрлі карталар, әртүрлі, мысалы, мысалы, ютубқа кіріп, біз екеуміз қазір жасанды интеллект туралы сөйлеп отырмыз. Қазір инстаграмға кірсеңіз, жасанды интеллект үйрететін курстардың жарнамасы шығады сіздің алдыңызда. Бұл яғни сол жасанды интеллект негізінде жұмыс істеп тұр деген сөз. Мына мета компаниясының өнімдері, Facebook, Instagram деген сияқты. Сіздің дауысыңызды тыңдайды. Телефон аламын десеңіз, телефонды көрсетеді. Бір жасыл жейде алайын деп едім десеңіз, жасыл жейденің жарнамасын көрсетеді деген сияқты. Бұл ең қарапайым түрлері жасанды интеллекттің. Ал былтырдан бері пайда болып отырған мына жаңағы Midjourney, ChatGPT, мына мета компаниясының жасап жатқан нелері бар. Көп қазір жасанды интеллекттің түрлері өте көп. Соның барлығы жасанды интеллекттің жалпыға қол жетімді түрі болып есептелінеді, яғни екінші деңгейі. Енді үлкен мемлекеттер осыған дейін, мысалы, атомдық қарумен, содан кейін мына саяси ықпалда ұстаумен бүкіл әлемді солай экономикалық жарыс болып келе жатса, осы былтырдан бері қарай ол жарыстың сипаты яғни өзгерді. Әлемдік алып мемлекеттер, державалар қазір жасанды интеллектті игерумен жарысып жатыр. Солай бәсеке солай қарай ауысты. Яғни қазір мына супер жасанды интеллект, ол жасанды интеллект, мұны қарапайым жасанды интеллект емес, сіз бен біздің қолданып жүрген, ол оның атауы супер жасанды интеллект. Біздің жаңағы Илон Маск болсын, бүкіл осы OpenAI компаниясындағы жаңағы өнімді жасауға қатысқан негізгі инженерлердің айтып отырғаны осы супер жасанды интеллект. Супер жасанды интеллект дегеннің оның қарым қабілеттерін біз елестетудің өзі мүмкін емес. Ол өзін өзі дамыта алады, бір затты үйрене алады. Оның да ішкі ойы болуы мүмкін, сезімі болуы мүмкін. Ол ертең бүкіл адамзаттың жасап жатқан дүниесін, қоғамын, өмірін, адамдардың жеке өмірін бәрін зерттеп, табиғатты зерттеп, ғарышты зерттеп, жер шарының бүкіл жаңағы өмірін зерттеп ойлауы мүмкін. Тұра тұр, бұл жерде кім артық? Жер шарында өзі бір зат артық болып тұр ғой. Адамзат артық екен. Жарайды, онда оны жоя салайық деуі мүмкін де. Көрдіңіз бе? Қатерлі шешімдерге бару мүмкін. Немесе ол тіпті айтып отыр, бір жаңағы үлкен зымырандар ұшып жатыр ғой қазір. Біз Илон Масктың нелері бар, Starship, оның бүкіл спутниктері бар, Starlink. Тура сондай ұшып жатқан зымырандарды басқарып, ол немесе соның өзін жасап басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Оның қаупі сонда. Қазір мысалы мына әскери салада қолданылатын дрондардың барлығы да жасанды интеллект, жеке соған негізделген жасанды интеллекттің негізінде жұмыс істейді. Яғни бір жаудың танкісі жүрсе, оны фотоға, видеоға түсіреді, анализ жасайды, жаудың танкісі екенін түсіреді де соған зымыран жібереді деген сияқты. Ертең тура сондай қару-жарақты түгел өзі меңгеріп алуы мүмкін, өзі жасауы мүмкін. Адамзат шеше алмай келген бір химиялық теңдеулерді жасап, вирус жасап шығуы мүмкін. Вирус жасап шығуы мүмкін, мысалы. Атомдық қаруларды жіберуі мүмкін, оны жарып жіберуі мүмкін деген сияқты. Сондай үлкен қатерлері болжанып жатыр. Ол әбден мүмкін. Осы уақытқа дейін, мысалы, әртүрлі киноларда шықты ғой осы мақсаттағы. Қазір соңғы шығып жатқан кинолардың ішінде тіпті жасанды интеллектті қоспай кетпейді бәрі. Бәрі қосады. Бір супер күш болады, ең түптеп келіп, ең негізгі оның түбін қараса, сол жасанды интеллект болып шығады, ананың бәрін басқарып отырған яғни. Біздің жаңағы айтып отырған үлкен әлемдік тұлғаларымыздың барлығы соған қарсы шығып отыр. Қазір енді өткен бір 10 күндіктің көлемінде Европада осы жасанды интеллектке байланысты ең тұңғыш заң қабылданды, Еуроодақ. Енді ол әлі де кемеліне жеткен бір заң емес, бірақ бірінші болып әлемде осы жасанды интеллектті дамыту, оны қолдану, оны әртүрлі мақсаттарға пайдалану бойынша нормаларды реттейтін заң пайда болды. Ол ертең бізге де келеді.
Иә, Оны ертең ақш қабылдайды, жапон қабылдайды, қытай Қытай қабылдайды. қабылдайды, иә, Ресей қабылдайды, оны біз де қабылдаймыз ертең. Сіз жаңағы біраз сұрағымды айтып кеттіңіз. Заң нормасын сұрайын деп отқаным құқық мәселесі. Ана Стивен Тейлердің мәселесін өзінің авторлық құқығын қорғамақшы болады ғой. Иә. Сот оны кереғар көзқараста болады. Жасанды интеллект пен халықаралық және мемлекеттер арасындағы бәсекелестікті сұрамақшы болған. Еуроодақтың 21 жылғы заң жобасы ұсынуы және жақында оның қабылдануы. Мысалы мен өзіме таныс ChatGPT, Java Labs, Мгм. сосын кейін Steve AI дегендер бар ғой, Иә, сурет иә. салады, қозғалтады, жаңағы идея жазады деген сияқты. Мгм. Мен бұны көбінде анимация жағында пайдаланып көрдім. Мгм. Енді осыған дейін анимацияны мысалы жаңағы өзінің арнайы бағдарламалары болды, иә. Мгм. Графика салады, оны ары қарай қозғалтады, жаңағы 2D форматында. Иә. Сонымен жұмыс жасайтын Blender, Sazy деген бағдарламалар, иә, Мгм. 2D-мен. Оны бір қанша команда жұмыс жасайды. Оны сызады, идея ұсынады, сценарий жазады. Осылайша өмірге келетін, яғни 2D анимациясы. Мгм. Қазіргі таңда оны жасанды интеллектті біріктіре отырып бірер күннің шамасында, тіпті қабілетті азаматтар жарты күннің шамасында 2-3 минуттық видеолар дайындауға болады балаларға. Мгм. 2-3 жастағы танымдық Мгм. болсын, ол кез келген жанрда. Мгм. Және оның стиліне дейін жаңа өзіңіз айтқандай Мгм. жасанды интеллект келістіріп жасап береді. Енді осыдан туындайды ғой, мынау жасанды интеллекттің иеленуі мүмкін салаларын атай аласыз ба? Мына салаларды жасанды интеллект болашақта меңгеруі мүмкін, осы саланың адамдары жұмыссыз қалу қаупі бар деп. Яғни әлемде бір сондай белгілі статистика немесе қандай да бір тізім бар ма жасалған? Мгм. Бұл айтып отырғаныңыз өте орынды. Ә, соңғы бір жылда, келесі бір жылда, соңғы жақынғы 2 жылда жасанды интеллект біраз осы күнге дейін де біздің нарыққа кіріп жұмыс істеп жатыр. Мысалы копирайтерлерді, маркетинг саласындағы адамдарды біразын онсыз да ауыстырып болды. Иә. Мысалы маркетинг саласында отырған негізгі осы жасанды интеллектті меңгерген бір адамды алып қалып, қалған Мгм. жұмыстан босатады. Енді мынандай бір қызық не туындайды. Бұл жерде тікелей маркетингпен айналысып отырған бір адамды ауыстырып, оның орнына маркетинг бөлімін Жасай басқарып, алмайды, ол жасай алмайды. Есесіне, сіз мысалы бір маркетинг саласын білесіз, ChatGPT-ді білесіз, жасанды интеллект қолдануды, бірақ сіз өзіңіздің әріптестеріңізді жұмыссыз қалдырасыз. Яғни жасанды интеллектті меңгерген адам басқа меңгермеген әріптестерін жұмыссыз жұмыссыз қалдырады. қалдырады. Бәсекелестік солай дамып Мгм. кетті қазір. Ә, Енді тікелей қай салаға қатысты десек, ол міндетті түрде ең бірінші болып көлік саласына келеді. Автопилот Мгм. қатты дамып кетті қазір онсызда. Иә. Мысалы мына Соңғы Тесланың Тесланың, Тесланың жасанды интеллекті қазір соңғы 23-ші жылы шыққан көліктері тіпті келе жатады, алдындағы 100 метрді көреді, одан арғы әлемді жасанды интеллекттің көмегімен визуалды ол сызып отырады. сезініп тұрады. Жүздеген вариантын сызып тұрады екен, ол дайындап тұрады. Яғни алдыға жылжыған сайын ол алдын көре береді, сөйтіп мына әлемді ол былайша айтқанда үйреніп келе жатады. Жүріп отырасыз Мгм. бірге, ол жол оңға солға тіке кетуі мүмкін, алдынан жаңағы бағдаршам кездесуі мүмкін, немесе алдыдан бір жарық шығуы мүмкін, су кездесуі мүмкін деген сияқты барлық Мгм. мүмкіндікті ол елестетіп отырады. Жақындаған кезде соның бір вариантын алады да жүре береді. Мгм. Мына әлемді солай ол елестете алатын деңгейге жетіп кетті. Мгм. Енді бірінші кезекте ол көлік саласы, мына авиация саласы, онсыз да осы күнге дейін автопилотпен ұшады. Иә. Қазір мына егер көлік саласына енсе, ол міндетті түрде мына логистика саласына да енеді. Яғни логистика саласында жүрген адамдар, жүк тасымалымен айналысатын адамдарға бір үлкен конкуренция пайда болуы мүмкін. Яғни сіздің орныңызда 24 сағат ұйықтамай жүре беретін, ақы сұрамайтын бір робот пайда болса, ол Өткендегі компания, Оптимус роботтары. компания бірінші болып ол жердегі жүргізушілерді жұмыссыз қалдырады. Есесіне, осы машиналық оқытуды меңгерген, осы саласынан хабары бар, жаңағы программист адамдар ана нені көлікте ұстап отыруы мүмкін. Бұл жерде мынадай, мысалы,
баланс өзгеруі мүмкін да. Бір мамандық жойылады, екінші бір мамандықтар пайда бола Қайтадан. бастайды. Мына Midjourney пайда болған кезде Midjourneyға промпт дейміз, енгізетін сұрауды, сөзді. Осы промпт инжиниринг деген жаңа бір сала пайда болды қазір. Мгм. Яғни жасанды интеллекттен сауатты, дұрыс, сіз қалаған нәтижені алатындай сұрауды жазып беретін мамандар. Иә, соларға сұраныс артты. Одан кейін тура сол сияқты мысалы медицина саласы мен жасанды интеллект саласы бірігеді, дизайнмен біріккен бір жаңа мамандықтар пайда болады. Бұрынғы ескі Дәстүрлі оймен мамандықтар дәстүрлі неде күшін қалып жояды, қалған адамдар күшін жоймауы мүмкін, бірақ олар бәрібір де ығыса бастайды. әрине. Оларға сұранысы азаяды, оларға тапсырыстар азаюы мүмкін, табыс азаюы мүмкін деген сияқты. Жасанды Енді интеллект әлдеқайда сапалы дүние ұсынады ғой енді. әрине осыны меңгерген адамдар меңгермеген адамдарды бірінші жұмыссыз қалдырады. Содан кейін ол ары қарай ертең 1-2 жылдан кейін мысалы қазір роботтар бүкіл мына Tesla компаниясы мына көлікті өндіру, құрастыру саласына өздерінің жасаған роботтарын енгізуді жоспарлап отыр. Соңғы кезде өздерінің роботтары пайда бола бастады. Яғни бір дәл жұмыртқаны ұстап жұмыртқаның өзін ол құлатпай ептілікпен алып қайтадан қойып отыр деген сөз, ол өте нәзік сондай заттарды орындай алатын деңгейге жетті деген сөз. Сонымен қатар ол зауыт саласына кірсе, яғни бүкіл мына Қытайдан қазір әлемдік алпауыт өндіріс орындары кетіп жатыр. Неге? Себебі автоматизацияға өтіп кетті нелердің көбі, зауыттардың көбі. Бұрынғыдай олар арзан жұмыс күшін қажет етпейді қазір. Автоматизацияға өтті деген сөз, ол автоматизацияны оларға құрып беретін, оны басқарып отыратын, оның пультін жүргізіп отыратын, барлық параметрлерін қойып беретін бір мамандықтар пайда болады. Есесіне ана жерде мынау немен келе жатса алып қойып осының үстіне бірдеңені кигізетін, сол қолмен жұмыс істейтін мамандар азаюы мүмкін. Яғни жұмыс күші бұрын арзан елдерден өндірістер кете бастайды да, жаңағы біздегі сияқты, біздің мысалы жер көлеміміз үлкен ғой. Кеше бір мысалы сарапшымен сөйлесіп отырсам осындай нені айтып отыр да. Біздің келесі бір 50 жылдық Қазақстанның дәуірі болуы мүмкін дейді да. Неге мен десем, себебі әрбір жаңағы жұмыс күші арзан елдерден кеткен өндірістік орындар біз сияқты мысалы энергиясы арзан сондай елдерге келіп өздерінің өндіріс орындарын құра бастауы мүмкін. Автоматизацияланған түгел деген сияқты. Біз соған яғни лайықты заңдарды, нормаларды енгізіп, соған дұрыс уақытында бейімделе алсақ, бізде өте үлкен мүмкіндік бар деген сияқты көзқарасты айтып отыр. Мен оған қос қолымды көтеріп қолдаймын. Бізге келе жатқан, біздің мемлекетке келе жатқан үлкен мүмкіндік деп мен есептеймін. Енді мынау жасанды интеллектті бағанағы өзіңіздің әңгімелеріңізден де және дайындалу барысындағы біраз материалдардан да байқадым. Бұл өзі адамзаттың ақыл ойын дамытуға және азаматтардың кәсібилігін жетілдіруге, тіпті бүгінгі таңда әлемнің ішінарай өлкелерінде болып жатқан соғыстардың да мазмұнын өзгертіп жіберді ғой. Енді бұл біздің күнделікті өміріміздің мазмұнын өзгертуі бек мүмкін. Өзіңіз білесіз ғой, мынау әлемде үшінші тіршілік иесі деген термин бар, иә? Ол да осы жасанды интеллектпен байланысты. Яғни тұрмыс жағдайындағы жасанды интеллекттердің шығу мүмкіндігі, ол тіпті әлемде кейбір мемлекеттерде бар және сатылымға да шығып үлгергенін өзіңіз білесіз. Енді осыған орай азаматтар көңілінде мынандай сұрақ болуы мүмкін: біз қалай бейімделе аламыз? Немесе осы жасанды интеллектті меңгеруді неден бастауымыз керек? Енді мысалы адамзаттың өмірін осы күнге дейін қандай заттар өзгертті? Соңғы өзіміздің 30-40-қа келген жігіттерді алайық. Бұрын біздің бала кезімізде телефон деген зат болмайды. Электрдің өзі тапшы болатын. Кейін ана үйге қоятын телефон пайда бола бастады. Сосын күн энергиялы сосын жаңағы смартфондар пайда болады. Телефондар пайда бола бастады, смартфон емес. Кейін смартфон пайда болды, интернет дамыды. Яғни адамзаттың өмірін мүлде басқа арнаға бұрып жіберді. Қазір біз
Подкасттың өзін смартфонсыз, интернетсіз көре алмаймыз. Яғни Иә. қаншама ақпаратты алып жатырмыз. Біздің бүкіл өміріміз осы интернетке, смартфонға қазір тәуелді болып қалды. Тура сол сияқты ертең бізде жасанды интеллект адамзаттың өміріне үлкен бұрылыс. Яғни біз үлкен бір бұрылыс кезеңінде тұрмыз қазір. Жасанды интеллект қалай пайда болды? Оны біз қаласақ та, қаламасақ та, біздің өмірімізге енді кірді, біздің өмірімізге үлкен өзгерістер енгізеді. Біздің жұмысымызға, өмір сүруімізге, барлығына бұл барлық салаға енеді, кіріседі. Сондықтан қалай болмасын онымен интеграция жасау керек, кәсібіңізді, күнделікті өміріңізді деген сияқты. Түсіну керек оның қалай жұмыс істейтінін. Одан қорықпай, оның жақсы жақтарын пайдалану керек деп мен өзім есептеймін. Енді мысалы әртүрлі салада, әсіресе мына медиа саласында журналистер, контент өндірумен айналысатын адамдар тіпті де бұл өте керекті зат оларға. Сізге идея айтуға, бір заттың дұрыс шешімін алуға, бір заттың жалпы профессионал бір маман сіздің сұрағыңызға қалай жауап беруі мүмкін, чат GPT сізге солай жауап береді. Сіз солай түсінсеңіз болды. Мысалы профессионал маркетолог, сіз бір жобаңызды апарасыз, осыны, яғни бүкіл қоғамға таныту керек, бір өнімді, бір идеяны, бір проектіні деген сияқты. Бір профессионал маркетолог сізге бірінші мынаны істейсіз, екінші мынаны істейсіз деп түгел басқыш деңгеймен жазып беруі мүмкін. Ал чат GPT де тура соны істейді. Чат GPT тіпті сіздің қолыңызда бір 1 миллион, 2 миллион немесе 10 миллион теңге қаражатыңыз болса, ол қаражатты қалай көбейтуді де сізге қаржылық кеңесші ретінде өте жақсы жауап береді. Менің қолымда, яғни кезінде кәсіпкер жігіттерге неткен кезде, сабақ өткізген кезде біз тіке сол сабақ өтіп отырғанда жаздым. Менің қолымда $4000 қаражат бар, бос уақытым бар. Алматы деген қалада өмір сүремін. Бұл жерде адамдардың бәрі интернетті жақсы қолданады. Кейін осы $4000 қаражатпен мен не істеуге болады? Ол маған өте керемет бизнес идея айтып берді. Мына жерде отырған жігіттердің бәрінің көздері жанып кетті ғой. Яғни қазір трендте болып жатқан, бүкіл әлемде трендте болып жатқан затты ешқандай ортаға делдал салмай-ақ өзіңіздің еліңізге маркетингте болсын, бизнесте болсын, тұлғалық дамуда болсын, тіл үйренуде болсын, медицина саласында, психология, кез келген саладағы соңғы әлемдік трендтерді жеке өзіңіз алып үйрене аласыз. Кез келген жасанды интеллекттің қазір түрі көп, мейлі жаңағы чат GPT-ға 10 мың теңге, $20 айына төлемей-ақ Bing деген сайтқа кіріп, оған тіркеліп, сол жерде чат GPT төрттің мүмкіндіктерін пайдалана беруге болады. Тегін. Суретті де генерация жасауға болады Bing-тің ішінен. Чат GPT 4-ті жаңағы мәтін күйінде пайдалануға да болады. Яғни үйрену керек, ең бастысы. Үйренуге дайын болу керек, жаңа заттан қорықпау керек, оны түсінуге тырысу керек. Бір нәрсені түсінбей бара жатсаңыз, оны чат GPT-дің өзінен сұраңыз. Мен мысалы бұрын құнды қағаздар, облигация деген теманы тақырыпты мүлде түсінбейтінмін. Вот чат GPT-дің арқасында түсіндім. Ең қарапайым, мен экономикадан ешқандай хабарым жоқ адаммын. Мен бірінші солай сұрадым. Мына құнды қағаз, облигация деген не өзі? Маған түсіндірші соны, қарапайым адамның сөзімен айтшы маған дейді. Ол маған кәдімгі бастауыш 3-ші сыныптың баласына үйреткендей қылып үйретіп берді. Солай мысалы, бір түсінбей жүрген тақырыбыңызды өз деңгейіңізбен сұраңыз. Мен жаңағы криптовалюта, токен, жаңағы не дегенді түсінбеймін. Мен осы саладан хабарым жоқ. Ол деген не өзі, маған түсіндірші десеңіз, сізге жаңағы криптовалютаның не екенін, барлығын, әрбір крипто токендердің қалай жұмыс істейтінін, биткоин деген не, эфириум деген не, ол қай салада қолданылады деген барлығын сізге біреуден 100 мың теңгеге курс сатып алмай-ақ соны үйреніп алуға болады. Қазір тіпті жаңағы мынандай да мүмкіндігі бар. Егер сіз чат GPT-дің ақылы нұсқасын қойсаңыз, PDF-ке арналған арнайы плагин бар, соны қойып алсаңыз, бір 500 беттік кітапты оған жүктеп, мысалы Абай романын жүктеп, Абай романының ішіндегі жаңағы
Ербол туралы Мгм. жазылған Ерболдың образы қандай? Сол жердегі мәтінді маған тауып бер десеңіз, сіз ана Абай жолының 4 томын Оқымай-ақ. оқып, ішіндегі Ербол туралы нені іздеп отырмайсыз. Анау Мгм. сізге тауып бере салады. Мгм. Мәселе сонда. Бүкіл бір кез келген саладағы кітапты жіберіп, осы кітап не туралы маған қысқаша айтып бер десеңіз, ол айтып бере алады. Сосын ютубқа байланысты плагин бар, оны қойып алып, бір 2 Мгм. сағаттық, мынау мысалы біздің подкастымыз 1 сағат 2 сағатқа жалғасса, осының сілтемесін жіберіп, мына подкасттың ішіндегі айтылған негізгі ойларды маған бір қорытып берші десең, ол бір Мгм. 10, 5 немесе бір 7-8 пунктқа Мгм. бөліп, оны енді қорытындылап беруі мүмкін сізге. Тура сол сияқты қонақ үйге байланысты, әртүрлі зат сатып алуға байланысты Кез өте келген көп сала. мүмкіндіктер, иә. Мгм. Енді соңғы сұрақ Меке. Біз айтып жатырмыз, жасанды интеллекттің кез келген салада қолданыста болатындығын және азаматтарға өте үлкен көмегі болатындығын. Мгм. Енді бір қауіп қатер туралы соңғы бір нәрсенің шетін шығарып қалайықшы. Бұл адамда тәуелділік алып келмей ме мамандар? Яғни тұлғалық өсу жағынан ізденісті тоқтатуға немесе жаңағы бір кәсіби мүмкіндікті одан ары жетілдіруге а, адамды басқаша нұсқамен ізденіс жасауға тоқтатып тастамай ма? Ә, айтып отырған мәселеңіз өте орынды деп мен есептеймін. Жалпы жаңа зат қой бұл. Жаңа затты сіз меңгердіңіз, ол сізге комфорт сыйлады. Кез келген мәселені одан сұрадыңыз. Ары қарай адамның миы деген өзі сондай зат. Кез келген комфортқа үйрене қалады. Одан шыққысы келмейді деген сияқты. Бұл адамның өз жеке табиғатына байланысты деп мен ойлаймын. Егер дамығысы келген адам, жаңа затты меңгергісі келген адам, ойын зердесін жұмсағысы келген адам оған тәуелді болып қалады деп мен ойламаймын. Ол әр кезде әртүрлі қолдануы мүмкін. Мгм. Мысалы біреу шынымен осыған тәуелді болып қалуы мүмкін. Осы бүкіл жұмысымды осы істеп беріп, мен жаңағы оның ақшасын алып демалып жатсам екен деуі мүмкін. Иә. Ә, әртүрлі енді адамдардың табиғатына, оның білім деңгейіне, дүниемен қарым-қатынасына, жалпы адамның жеке тұлғалық деңгейі қалай, бұл жаңа дүниені ол өзінің ниетіне, Мгм. өзінің жаңағы ішкі мақсатына қарай пайдаланады деп мен ойлаймын. Бұл дамығысы келген адам бұрын мысалы интернеттегі ақпараттар жоқ кезде де кітапты оқып, іздеп, тауып дамитын. Бұрында біздің тарихымызда талай мысалы ғұламалар Мгм. өтті ғой. Иә. Олар қалай ғұламалық деңгейге жетті? Олар өзіне дейінгі жақсы дүниелерді, кітаптарды бәрін оқыды. Жоқ болса іздеп барып кітапханалардан тауып оқыды деген сияқты. Жасанды интеллектке дейін де адамдар үйренді. Қалай үйренді? Олар да интернеттен жақсы кітаптарды сатып алып, жақсы сұхбаттарды, подкасттарды тыңдап, өзіне пайдалы жерлерін алып үйренді. Енді жаңа дүние пайда болса, Мгм. осының да мүмкіндіктерін пайдаланып, дамығысы келген адам ары қарай дами береді. Бұрын мысалы бір адам бір салада, екі салада, көп болса үш салада маман болған болса, қазір мысалы қарым қабілеті жеткен адам жасанды интеллекттің көмегімен 10 мамандықты бірден игеріп кетуі мүмкін. Мгм. Көрдіңіз ба? Ол сіздің тек қана идея беруіңізбен сізге тиесілі көп жұмысты ол жеңілдетеді. Ары қарай сіз тек соларды бір жүйелеп ретке салып отырсаңыз, Мгм. сіз маркетолог болып жұмыс істеуіңіз мүмкін, сіз копирайтер болуыңыз мүмкін, сіз журналист болуыңыз мүмкін, сіз дизайнер болып жұмыс істей аласыз, сіз программист болып жұмыс істей аласыз. Бастапқы деңгейін білсеңіз болды. Ары қарай оны түптеп жаңадан структурасын жазудың сізге қажеті жоқ. Сіз негізгі Яғни. құрылысты түсініп Мгм. тұрсаңыз, қалған дүниенің барлығын жасанды интеллектке істетесіз. Яғни міне көрдіңіз бе, мен өзі санап беріп отырмын: Иә, иә. дизайнер, копирайтер, маркетинг, жаңағы программист, журналист, Мгм. 5 мамандықты уже сіз игеріп Иә, тұрсыз, хабарыңыз болса. иә. Жаңылмасам осы бесеуінде өзіңіз атқарып жүрген сала болу керек. Иә, қарым Парақшаңызды үнемі қабілеті келсе қадағалап отырамын ғой. жасай береміз. Сіздің жазбаларыңызды үнемі бақылап жүреміз. Сол кезде өзіңіз мынау бизнесмендерге арналған бір курс жүргіздіңіз, иә? Иә, Жасанды иә. интеллект пен бизнесті біріктіру туралы. Сосын журналистерге Семинар жасадық семинарлар жасап соңғы жүрсіз. 3 қалада. Иә. Басқа қандай жобаларыңыз бар осы жасанды интеллект туралы? Жасанды интеллект туралы кәсіпкерлерге өткіздік сабақты бір рет, журналистерге өткізіп жүрміз. Қазір енді жаңадан осы білім саласындағы мамандарға арналған, яғни мектеп мұғалімдеріне арналған
бір үлкен жобаны жасап жатырмыз. Ол әлі біткен жоқ, жарияға шыққан жоқ, жасау үстіндеміз. Осы бір айдың көлемінде ол шығып қалуы мүмкін. Ең негізгі жасап жатқан жасанды интеллект бойынша жұмысымыз осы. Енді журналистерге семинарлар өткізу, қалай қолдануды үйрету бойынша жұмысымыз ары қарай жалғаса береді. Қазақ форум деген шараның аясындағы облыстарда өткізетін өскеменде өткіздік, енді түркістанда, ары қарай ақтауда, батыс өңірде өткізу жоспарымызда бар алдағы 1-2 айдың көлемінде. Солай жалпы. Енді кәсіпкерлерде бұны көп сұрап жатқан адамдар көп. Мысалы біреу трейдингпен айналысады, біреу қолында бір 5-10 тиын қаражаты бар, соны қалай көбейтсек болады деген сияқты. Жалпы өзі бір шаруамен айналысып жүреді, бірақ қолында азын-аулақ артық қаражаты бар адам осы жасанды интеллекттің көмегімен әртүрлі шаруаларды істеп табысын көбейте алады деп мен ойлаймын. Сол осы табысын көбейткісі келген кәсіпкерлерге біздің қоғамымыздағы кез келген адамға арнап бөлек тағы бір онлайн курс жасағым келіп жүр. Соны қазір қолға алып жатырмын. Бұл да осы бір 10-15 күннің көлемінде жарыққа шығады бұйыртса. Яғни сізде бір азын-аулақ қаражатыңыз бар. Мейлі ол $100 болса да, мейлі ол $10.000 болса да, сол қаражатты қалай көбейтуге болады жасанды интеллекттің көмегімен деген сұрақтың төңірегінде әртүрлі мысалдармен барлығы. Солай жасанды интеллект бір жыл бұрын бұл жоқ еді, қазір біздің өмірімізге келді. Маған бір көп енді өте үлкен мүмкіндіктерді менің жеке басыма сыйлады. Қаржылық жағынан болсын, білім алу жағынан болсын, барлығы. Мен пайдаланған мүмкіндікті біздің қоғамдағы әрбір адам пайдаланады. Осы жасанды интеллект дегенде тағы бір нәрсе еске түсіп кетеді енді. Әйтеуір қаузадық қой. Біздің қоғамда да жібіші шығып қалып жатыр. Мына жасанды интеллектпен байланысты жүретін алаяқтық мәселесі. Осында бір ауыз айта кетіңізші. Иә, Қазірде жасанды интеллекттің пайда болуымен бағана айтып отырмыз ғой, көптеген мәселелер бірге келді деп. Сол мәселелердің біреуі авторлық құқықты айттық, нелерді айттық. заңнамалық Иә. мәселелерді айттыңыз. Ең бір өзектісі бұл тағы да осы алаяқтық, содан кейін мына фейк ақпараттың көбеюі. Иә. Жасанды интеллект, қазақтың бір сөзі бар ғой, жаңа өтірікті шындай, ақсақты тыңдай дегендей. Бір болмаған оқиға туралы оған ақпарат берсеңіз, оны тура болған оқиғадай сізге ақпарат жазып бере алады, тура ақпарат агенттіктері сияқты, сайттар сияқты. Болмаған оқиғаның суретін салып бере алады. Тура осы орайда көктемде бір жасанды интеллекттің көмегімен осындай фейк ақпарат таратқан адам 10 жылға сотталды. Бірінші оқиға солай тіркелді енді. Басқа әлемнің әртүрлі жерінде әртүрлі болған болуы мүмкін, бірақ осы оқиға бүкіл әлемге солай ақпарат құралдарына шықты. Яғни жасанды интеллект пайдаланған адам 10 жылға сотталды. Бір пойыз апаты туралы ол ақпаратты жазды. Пойыз апаты туралы сонымен сурет жасаған, сөйтіп оны әлеуметтік желіге, сайттарға таратып жіберген. Шындығында ондай бүкіл жаңағы пойыздар сол оқиғадан тоқтап кеткен. Сөйтіп ол кәдімгідей дүрбелең туындады. Адамдар алаңдай бастады. Сөйтіп ана таратқан адамды ұстады да Қытай оны 10 жылға соттады. Енді мысалы қазір сіздің бейнеңізді пайдаланып, сіздің дауысыңызды пайдаланып, сіздің жақындарыңызға қоңырау соғуы мүмкін. Тура айнытпай салады, иә. Айнытпай сіздің дауысыңызбен. Осыдан білесіз, бір ай ма бұрын Назарбаевтың даусымен әртүрлі сөздер тарай бастады. Тоқаевтың даусымен тарай бастады. Тура сол сияқты сіз өзіңіздің виртуалды бейнеңізді жасап, оны жақсы жаққа да пайдалануға болады, жаман жаққа да пайдалануға болады. Бұл жерде яғни алаяқтардың қолына түссе, ол сіздің деректеріңіз, дауысыңыз, жаңағы бейнеңіз деген сияқты. Ол сіздің жақындарыңыздың ақпаратын тауып алса, телефон номерлерін, әлеуметтік желідегі нелерін деген сияқты. Қатерлі дүниеге айналуы мүмкін, Бұл жерде тек қана ақпараттық сауаттылық, осы дүниені білу, осы дүниенің біздің өмірімізге енуімен сондай бір дүниелер шыға бастаған. Тек қана ақпараттық сауаттылық арқылы ғана біз жеңе аламыз. Яғни білім арқылы ғана жеңе аламыз. Басқа ешқандай оны бір шектеу де, заңда оны тоқтата алмайды. Себебі қазір бүкіл әлем бірігіп кетті. Сізді Европада отырып, Жапонияда отырып, ақш-та отырып, сіздің жақындарыңызды алдай беруі мүмкін.
ол алаяк міндетті түрде Қазақстанда отырады деген қазір түсінік жоқ. Сондықтан Мгм. біздің елдің де оның заңының да құрығы оған жетпей қалуы мүмкін. Мгм. Мәселе осында. Тек қана ақпараттық Сауат. сауаттылық, ақпарат, білім деңгейінің, жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін білумен ғана адам қырағылығын арттырып сөйтіп бұның алдын алады. Яғни сіздің жақыныңыздың атынан тіпті сіздің өзіңіз де осындай бір жағдаймен түсіп қалсаңыз, міндетті түрде жаңағы бірден паникаға салынбай, өзіңіздің жақыныңызға хабарласып, жұмысына хабарласып, анық-қанығын біліп алып барып, қарай шешім қабылдауды мен өзім ұсынамын. М. Қазір қазір айтылып жатыр, мысалы біреу қоңырау шалады, үндемей тұрады. Мгм. Ол не деген сөз? Ол яғни сіздің дауысыңызды жазып алып тұр. Ертең тура сіздің дауысыңызбен ол сіздің бауырыңызға, сіздің әкеңізге, сіздің анаңызға Балаларыңызға, иә. звондайды. Анаңызға звондағаннан кейін ол бауыр еті баласы шырылдап звондап тұрса не істейді? Айтылғанын айтқанын бәрін орындайды. Мгм. сондықтан жақындарымызға, ата анамызға осындай дүниенің болып жатқанын айтып отыру керек. Мгм. Осындай дүние пайда болды. Ертең сіздерге де хабарласып қалса, алаңдамай телефоныңызды қайтадан алып, мен мысалы басқа номермен звондауы мүмкін, одан алаңдамаңыз, менің өзіме хабарласыңыз, жанымда жүрген досыма хабарласыңыз, жұмысыма хабарласыңыз деген сияқты. Бір ауыз айтып, ескертіп, сөйтіп Ақпараттандырып жіберу керек. ақпараттандырып қою керек. Мгм. Жақсы, рахмет. Рахмет сізге де, Ореке. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Мына YouTube каналыңыз миллиондаған қаралым Мгм. жинап, миллиондаған жазылушылар келіп, қазақтың руханиятының бір қазынасына айналсын. Мгм. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Осындай салиқалы сұхбатқа келісім бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі спикеріміз жасанды интеллект туралы зерттеп, зерделеп, біршама жұмыстар тындырып жүрген әріптесіміз, журналист, IT маманы Мейіржан Әуелханұлы болатын. Келесі кездескенше есендік, саулықта болыңыздар.